сіздер менің әйелім сияқты құлпырып әрдайым. Менің жан жарым, сүйіктім Ерке Есмахан. Гүл қайдан? Гүл, ана кішкентай қыз жаңа Бекболат деген досымның қызы қайда? Жерде сөйлесіп тұр. Біздің алғашқы концерт. Кішкене қобалжыды. Бірақ бақытты болыңыздар, тек жақсылық тілеймін. Жоқ, ұстай беремін. Қазақстанға еңбек сіңірген әртіс. Ибраим. айтқандарымен жүйітке келген. Қасында ешкім жоқ па? Жалғыз өзің келдің ба, жаным? Ой, рахмет. Бақытты бол, жаным сол. Не айтайын деп жатыр? Жаным сол, мен де сені жақсы көремін, жаным. Уақыт болады, гүл беретін, суретке түсетін, жарайды ма? Кішкене сіздермен әңгімелесіп алайын, әнін шырқап алайын, содан кейін уақыт болады. Суретпе түспей кетпеймін. Енді сол, мына жердегі жаңағы үлкен кісілер келіп отыр екен. Сіздерге көп рахмет осы біздің өнерімізді бағалап бүгінгі концертке келіп жатқандарыңызға. Райым екеуіне бақыт тілеймін. Жаныма шейін, ердің келді сендей ақ болсын. Өзің жақсы кісіге бұл кісінің орын бар екен. Өзің жақсың. Соның үшін қайын жұртыға да жағасың, төркіміне де жағасың, көпшілікке де жағасын айналайын еке. Өміріңді білесің, еке. Міне, екі ұлым бар, Мүсілім және Исламбек. Рахмет, соларды әлеміне өсін, арқасынан жаңа үйретіп отырсың ғой, қыздар келе берсін елім. Өзің сияқты әдемі, сүйкімді ғана. Ғұмырлы бол, жүй жаса, Алла соны нәсіп етсін. Мен сенің Инстаграмнан да оқып тұрамын. Мен оңай апаң емеспін жаным, сайыстың апасың. Ойламайын, әтелі қоймай. Қазір негізі жан екеуміз айтамыз ғой. Что жігіт қой, ә? Той деп қойыңыздар. Рахмет. И тебе тоже.